Так, бүгін бізде Lada Priora 2. Так, бұл жерде проблема да жоқ. Бұл жерге туманик орнатады. Бампер шешіп қойдық. Бампер бізде міне тұр. Бұл жерге туманик орнатып, противотуманник орнатып, ішіне LED салады. И клиенттің қалауы бойынша. Так, бұда бұрын через габарит прямой туманик тұрған LED-пен. Мына жерден фараның штекерінен алсаған, мына жерден алып, массаны аккумулятордан алған. И екі жағда сондай еді. Так, біз оның барлығын алып тастадық. И с нуля провод тартып. Так, мына жақ сәл-пәл бардак екен енді. С нуля провод тартып, барлығын через тумблер. Так, через кнопка, осы арқылы туманик жанатын етіп. И американский туманик жасайтын боламыз. Қалай ол? Так, дальний маргат еткенде туманик өшеді. Типа марганат еткен кезде лесенка болады да. Сондай жасап бер дейді. Так, туманик бізде. Так, өзінің универсальный. Өзінде мынандай тұрған екен, бұны алып тастады. Так, мынандай туманик салады екен. И ішіне LED салады. Екінші цехта екен. Сол, жұмыс сол. Так, через тумблер, через реле, как положено, через предохранитель и американский туманик орнатамыз. Ал, кеттік онда. Так, бізге керекті заттар. Провод, сечение 1,5. По-хорошему осы, российский провод, но как автомобильный. Так, реле 60 ампер, 12 вольт, универсальный. Так, гнездо предохранителя и штекер для реле. Так, проводты біз управлениені мына жерге шығарып алдық пока. Обязательно сатын қара изолентамен ораймыз. Чуть аккуратно болу үшін. То разноцветный болмайды. Так, кнопка бізде міне. Выходын табамыз. Кнопка бізде мына жерде тұрады. И мына жерге шығарып алдық. Мына жерге мамка папка орнатып, мынаған бекітетін боламыз. Так, управление бізде мына жерде. Барлығын осы жерге жинаймыз. Осы жерге жинаймыз. Так, силовой кабельді біз. Так, ана жерден шығарамыз. Сцепленияның несінен. Тросын жанынан. Так, мына жақтан қуалап алып келеміз. Массасын осы жерге бекітеміз, кузовтың өзіне. И силовой проводкасын. Так, көреміз. Телевизордың ішінен ба, бір жерден алып келетін боламыз. Ал, кеттік онда. Проводканы тартайық. Дальше көрсетем. Так, короче, мына жерде барлығын паршалап алдық. Так, мына екеуі управлениенікі бағанағы. Так, мына силовой выход бізде. Так, бұл жерде, так как у нас кнопка чисто управляющая, на силовой емес чисто управлениеға. Нам прямой істесең, силовой істесең көтер алмай қалады. По-хорошему, мына жерге двойной реле қою керек. Біреуі силовойға, екіншісі на қайтатын еді. Короче, марганетқа. Маргат еткенде, типа өшу үшін екінші реле қоямыз. Оның схемасын на ходу көрсететін боламын. Так, сыртжақ проводкасын біз мына жерден шығарып қойдық. Мына бізде массасы, мына бізде силовой. Пока что екен, сосын общий орай саламыз. Так, мына жерден шықты. Так, телевизордың мына ішімен жүрген. Усилительдің ішімен. И мынау бізде екінші выход. Аккуратно кірген. Так, мына жермен кірген. И мына артымен шыққан. Так, сосын дальныйдың управлениясын біз чернечтің өзінен аласамыз, релесінен. Міне. Так, маргат етем. Міне. Управлениясын осыдан алам. Так, силовойды. Обычно 30-дан аласамыз. Ал, кеттік онда. Так, короче, былай жалғап қойдым. Пока что до конца ораған жоқпын, сіздерге көрсету үшін. Так, екі реле қойдық. Контактылары міне. 30, 86, 85, 87, 87А. Так, былай қарасақ. Тігінен тұрған ол бізде 30.
Так, 30-й, да? Бірінші релендікен біз постоянно плюсқа береміз. Так, 86-й. Ол бізде управление через зажигание. 85-й. Управление через кнопку. Зажигание өшіргенде барлығы өшіп қояды. Кнопка өшірсең, отдельно өшеді. Бұл дұрыс. Так, 87-й. Ол выход келеді да бізде екінші реленің входына барады. 30-ға. Так, бұдан шығады. Так, 87-й А бізде туманниктің выходы уже. Так, 86-й через дальний, а 85-й бізде через кнопку. Так, екі реле қосады, дальний моргать еткенде мына реле қосып береді. Так, барлығын общий ораймыз и барлығын бамперді бекітіп тексеретін боламыз. Так, короче, пока что барлығын осы жинап қойдық. Так, бүкіл нәрсе өшік, зажигание ашылып тұр. Тумблер бізде мынамен. Ой, көрінбейді екен. Так, тумблермен қосылады. Өте? Моргать қой. Все. Осылай болады. Так, мына жерге біз штекер сақ қойдық былайынан. Мына өзінікі ледпен. Так, мына жаққа провод шығардық. Қазір общий орап тастаймын сыртын. Штекермен как положено аккуратно. Так, барлығын жинап, бамперді орнатамыз. Одан кейін полный бір түсіріп көрсететін боламын. Еще антиповоротник жалаймыз. Так, короче, барлығын жинап қойдық. Так, зажигание ашылып тұр. Так, релең минусовое управление бізде надо. Плюсовое управление дальнийда. Так, дальний моргать етеміз, туманник өшеді. Ал если мынаны өшіріп тастап моргать етсек, туманник жанбай қалады. Так, туманник қосамыз. Все. Так, антиповоротник бізде мына жерде тұр. Барлығы нормально. Так, мына жақтан барлығын жинап қойдық. Капот жақтан жинап қойдық. Капот жауып қойдық. Все, барлығы тема. Так, артын көреміз енді. Ай, сәң ғой. Все, осымен приора бітті. Если схемасы керек болса, мен сызып публикация шығарып берем, фото етіп. Ал көргендеріңізге рахмет, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Осымен приора бітті. Всем пока.